Геннадий Головкин қазақтарды өз еркімен таңғы сағат 5:06-да ұйқыдан тұрғыза алатын себептердің бірі. Телміріп, бар отбасы мүшелерімен теледидар алдында соның тілеуін тілеп, үміт етіп отырамыз. Бастапқы жылдары оның ұдайы нокдаун жеңісіне әбден етеленген қазақ басқа боксшылардың таяқ жегенін көріп бақылап отыратын. Бірақ өткендегі соңғы жекпе-жегі барлық ережені бұзды. Мексикандық Альварес Канело екі жекпе-жекте де Головкиннен еш сескенбеді. Несі керек? Ол да жай қолғапшы емес. Денесі мығым, бойында жасықтың күші бар боксшы. Екінші жекпе-жекте де әр соққына төрешілерін бірге санап ұпай қарап отырдық. Әттең, бұл жолы да болмады. Қаншама адам ақша тігіп жамбаспен отырды. Кейбіреулер Геннадийден теріс айналды. Олары еш орынсыз еді. Қаншама жыл шетелде отаннан жырақта жүріп, ел атын жаһанамға шығарып жүрді. Қазақстанның бренді болды. Бізге ылғи қуаныш сыйлады. Ал біз болсақ, оның бір жеңілісінде қасында болып немесе демеу көрсете алмадық. Өкінішті, әрі жиіркенішті. Спорттық жасы таяп қалса да, ендігі дүйім жұрт ағайын. Қорытынды нәтиже не боларына қарамастан, жексенбіде дұғай қолдау жасап, өзіміздің онымен бірге екенімізді көрсетейік. Себебі ол жеңеді. Азияда емеспін мен, аралықпын жетінші материк, бірақ барша адаммен келістім мен.